Кафелерде рамённың осындай бір ыдысы 2,5-3 мың теңгеден сатылады. Мен рамёнды үйде жасап, тұмауратқан кезде міндетті түрде ішіп аламын. Шық қосып ішсеңіздер, тұмаудан жазылуға бірден көмектеседі. Алдымен етті маринаттаймыз. Паприка, сұйық май, тұз және де бір чеснокты қосып, сылап араластырамыз және пештің табасына қойып 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Рамён жасағанда осы киімейдің кеспе сорпасын қолданамын. 3 минутта пісіп шығады және де тура кафедегідей рамёндар сияқты болып шығады. Пакеттің ішінде 2 дана лапшасы және де осындай 3 түрлі дәмдеуші болады. Дәмдеушілерді қайнап тұрған суға лапша мен дәмдеушті саламыз және араларын осылай ашып, тағы 3-4 минут қайнатасыздар. Сонымен біздің рамёнымыз дайын. Осылай ыдысқа лапшасы мен сорпасын құйып аламыз. Үстінен етімізді, жұмыртқа және де осындай морской капустадан саламыз. Қалауларыңызша ашық қосып ішсеңіздер болады. Тұмауратқан кезде шынымен көмектеседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп алыңыз.